Такси фильміндегі Peugeot 406. Егер 1960 жылдары француз кинематографиясын әлемге танымал еткен Фантомас туралы фильм болса, ал 1990 жылдардың соңы мен 2000 жылдардың басында мұны марсельдік такси жүргізушісі туралы фильм жасағаны сөзсіз. Я бы не хотел, чтобы у вас отняли права. Не беспокойтесь, месье, у меня нет прав. Өздеріңіз болжағандай, біз такси фильмнің түпнұсқасы мен оның жалғасы туралы айтып отырмыз. Қызықты сюжет, керемет трюктар мен күлкілі сәттерден басқа, Люк Бессонның туындысында тағы бір қызықты сәт болды. Ол басты кейіпкер мінген ерекше Peugeot 406. Төбесінде үлкен спойлер мен ауа сорғыштары бар, өте жылдам автокөліктің танымал болғаны соншалық, ол Peugeot 406 сатылымына әсер етті. Сонымен қатар, бүкіл әлемде таксиге тюнинг жасау сәнге айналды. Мы сели в аэропорту Мариньян. Температура воздуха за бортом 35 градусов. Надеемся, полет был приятным. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Елестер аңшылары фильміндегі Cadillac Miller Meteor. Бұл күлкілі ғылыми фантастикалық комедияда кейіпкерлер командасы Нью-Йорктегі елестерді аулайды. Фильмнің идеясы ойдан шығарылған, бірақ ол жасаушыларға $300 миллион астам табыс әкелді. Бұл ретте аңшылардың көлігінің еңбегі зор. Бұл фильмде ойнаған актерлерді қазір көп адам білмесе де, олардың көлігін барлығы біледі. Шындығында, Cadillac Miller Meteor жедел жәрдем немесе өлік тасушы көлік ретінде пайдаланылды. Не надо напрягаться. Я нашел подходящую машину. Нужно только отрегулировать подвеску, тормоза, рулевую колонку, колодки, тросы, новые кольца, муфты, электропровод. Дегенмен, өзінің ерекше қызыл және ақ бояуымен, фантастикалық елес ұстайтын жабдықпен және фильмнің саундтрегімен бұл көлік аңыз классикаға айналды. Бастапқыда көлік толығымен қара болады деп жоспарланған болатын. Бірақ түнгі түсірілімдердің көп болуына байланысты түзетулер енгізілді. Ал елестер көлігі біз білетін кейіпке айналды. Болашаққа оралу фильміндегі DeLorean. Ты что, сделал машину времени из DeLorean? Я так понимаю, если уж делать машину времени, то делать со вкусом. Солтүстік Ирландияның бұл көлігін кино тарихындағы ең танымал көлік деп санауға болады. Ол фильмнің барлық бөлімдеріне қатысты. Көліктің өзі әдемі емес, болат корпус және шағала қанатты есіктері. Кейіпкер өз көлігін ағынды жетек пен плутоний ядролық реакторының көмегімен қайта жасады. Фильмге барлығы осында 7 көлік қатысты. Тек 3 модель аман қалды. Оның екеуі Universal студиясында, ойын-сауық саябақтарында, ал үшіншісі жекеменшік иесінің жеке коллекциясында. Көлік үлкен сұранысқа ие болмады, бірақ болашаққа оралу фильмі шыққаннан кейін сатылым деңгейі күрт өсті. Жалпы құны $65-95 мың болған бұл машиналардың 6,5 мың данасы шығарылды. Ал мына сілтеме арқылы өтіп, біздің басқа да қызықты видеоларымызды тамашалаңыздар.